Жаңа күн, жаңа кенеп, жаңа картина. Біз көбіне өткенді ойлап, өкінішке беріліп кетеміз. Немесе әлі болмаған болашақты уайымдап, көңілімізді алаңдатамыз. Ал шын мәнінде өмір дегеніміз осы сәт қана. Өткен тек естелік, болашақ тек қиял. Біздің қолымызда бар жалғыз уақыт, ол дәл қазір. Кенепке қыл қалам тиген сайын, мен осыны сезінемін. Әрбір бояу тамшысы, дәл осы шақтың ізі. Осы сәтте мен болашақты аңсамаймын, өткенді іздемеймін. Мен тек бар нәрсені, мына бір тыныштықты, мына бір ғажайыпты ғана қабылдаймын. Әр сәттің өз сұлулығы бар. Оны көру үшін ештеңе жасаудың да қажеті жоқ. Жай ғана тоқтап, айналаңа қарасаң болды. Жарық та, үнсіздік те, тыныс та, бәрі де ғажайып. Бақыт алыста емес. Ол дәл қазір сенің алдыңда. Егер біз осы шақты шын жүректен сезіне алсақ, жанымызға тыныштық, жүрегімізге қуаныш қонады. Өмірдің құдіреті қазіргі сәтте. Бір істі ұзақтау жасап жіберсең де денең құрысып, жайсыздық сезіледі. Сондықтан іс-әрекетті, белсенділікті өзгертіп, ауыстырайын. Далаға сүйреуіндеп, көл жағасына жүріп қайтайын. Судың әдемілігіне таңырқап, күш-қуат жинап алайын. Ой, судың даусын-ай, судың рахатын-ай. Ал енді келесі картинаны салуға кірісейін. Сен тірісің, тіршілікті сезін, дәл қазір тоқта. Жан-жағыңа қарашы, сен қайдасың? Тағы да ойдың ішінде адасып жүрсің бе? Адам тіршіліктің құнын сезінгенде ғана шынайы бақыттың дәмін татады. Сол кезде ғана өмірдің қаншалықты тәтті екенін ұғынады. Дәл қазір ойыңды тоқтатшы. 2 минут бұрын сен қайда болдың? Айналаңа қарашы. Қандай сұлулықты байқамай қалдың? Қандай сәтті өткізіп алдың? Өмірдің қай тұсын жіберіп алдың? Тоқта. Назарыңды деміңе аудар. Аяғыңды, қолдарыңды сезін. Денеңнің жылуын сезін. Дәл қазір сен барсың. Сен тірі өмірсің. Ең бастысы осы. Ең бастысы қазіргі сәт. Бұл картинамның атауы жайлы шақ. Ал егіз картиналардың сыңарының атауы табиғат есігі. Жайлы шақ пен табиғат есігі. Жұрттар маған сен бір түрлісің дейді. Иә, келісемін. Кейде өзімде ойланамын. Бүкіл ауыл тірлікте жүр. Ал мен болсам, қиялыммен әуре болып, картиналарымды сүйрелеп жүрмін. Бірақ шынымды айтсам, дәл осы бір түрліліктің ішінде өзімді жайлы сезінемін. Осы мен не істеп жүрмін? Шоу ұйымдастырып жүрмін бе?
Неге ел қатарлы мал өсіріп, сиыр сауып, шабыққа барып, кредит алып, той жасап, шалқып жүрмеймін? Неге картина салып қуып кеткенмін? Неге ешкімге ұқсамаймын? Маған не болған өзі?